Органикадан ұбт-да келген есеп. Так, есептің берілгені бойынша бізде тоже тізбекті реакция кетеді екен. Глюкозаны ең бірінші спирттік ашытқан екен. Спирттік ашытып А затын алған. Сонда бізде С6H12O6 деген зат спирттік ашытатын болсақ, бізде С2H5OH деген өнім түзіледі екен. Сонымен қатар көмірқышқыл газы. Так, теңестірсек, мынаған апарып 2-ні қоямыз, мынаған апарып 2-ні қоямыз. Енді осы жердегі А затына дейді, бізде HCl4 концентрлі және мынандай градуста бізде В затын алған. Яғни С2H5OH-тан бізде С2H4-ті алып тұр ғой, этиленді. Сонымен қатар бізде су бөлініп шығады. Енді осы этиленге бізде су, қысым, температура H3PO4-тің қатысында С затын алған екен. Яғни С2H4 сумен әрекеттесу арқылы бізде С2H5OH мынаны қайттан алдық. С2H5OH-ты енді сіздерде калий марганец O4 бұл тотықтыру реакциясы деген сөз. С2H5OH-ты біз оттек арқылы тотықтырамыз. Яғни екі оттек арқылы тотықтыратын болсақ, С3COH және де су түзіледі. Енді осы заттан бізде Д затын алған и Д затынан натрий ацетатын алған. Значит, С3COH-қа сіздерде натрийді қосқан. Сонда натрийдің ацетаты түзіліп тұр ғой, С3COO натрий және де сутегі. Так, теңестіретін болсақ, мына жаққа 2. Все, реакция теңдеулерін барлығын жазып алдық. Бұл реакциялар ені бір-бірімен тығыз байланысты. Әдейлеп тұрып сіздерге беріп қойған осындай сандарды мына жердегі шатастыру үшін. Мысалы, мына жерде калий марганец O4-ті беріп қойған сіздерде, оттекті қоюдың орнына. Мына жерде H3PO4 емес, HCl4 болу керек, бірақ оны катализатор енді HCl4-те H3PO4-те қолданылады ғой. Сондықтан шатастыру үшін жалпылама сіздерде беріп қойған екен. Енді бізде айтады 90 грамм глюкозадан С затының массасы дейді. С заты деген қай зат бізде? Мына зат. Яғни С2H5OH. С2H5OH-қа келгенде тоқтайды екенбіз ғой. Онда мына астындағы екі реакция теңдеу негізі маңызды емес. Значит, бізде 90 грамм бар екен мынаның массасы. Бізге мынаның массасын есептеп табу керек. Өйткені шығымдар берілген. Сонда мынаныкі бізде 92 мр, С6H12O6-ныкі бізде 180. X-ті бізде табатын болсақ 46 грамм. Енді 46 граммды сіздер шығымы 88% дейді. 100% деп 46 граммды. 88%-ын табасыздар. Немесе мен сияқты 0,88-ге апарып көбейте саласыздар. Сонда 40-та 48 грамм түзіледі екен. Енді осы жердегі 40-та 48-ді мына жерге қою арқылы сіздер. Астында бізде 46 мр. Біз не істейміз? Мынаның мр-ін, яғни қою арқылы массасын табамыз. 28. Сонда 26-да 64 грамм шығады екен. Бұның енді шығымы 92%, яғни 0,92-ге көбейте саламыз. Сонда 22-де 66, 8 деген масса шығады. Бұл массаны мына жерге қоямыз. Астына мр 28. Бізге не істеу керек? С затының массасы дейді. Яғни X-ті қоямыз. Астына мр бізде 46, X бізде 37 грамм шығады екен. Бұның шығымы бізде 70% екен. Яғни 0,7-ге көбейтеміз. Сонда бізде шығады екен А варианты 26 грамм. Егер бұндай есептер түсініксіз болатын болса, алдағы уақытта болатын интенсив курсқа тіркеле ғой. Интенсив курс жайлы білгің келсе, осы номерге жаз WhatsApp-қа.